Сәлем достар, бүгін мен бұрынғы күнделіктерімдегі жазбаларыммен бөлісетін боламын. Және бұл бөлісуім бұрынғы өзімнің жазған жазбаларыма күлу ретінде емес, просто қазіргі есейген мен ретінде өзімнің ойларымды айтып көрсету. Менде күнделік жазу кішкене мектеп кезімнен басталған. Өйткені ойларымды жазған, ұнайтын ең бастапқы жазған күнделігім. Бұрын бізде жаңа жылда сыйлыққа беруші еді ғой, бүйткен кілт дейтіні бар. Сонда мен басталып, қазір мынадай күнделіктерге жетті десем де болады. Қазір қолымда 4 күнделік, осындағы барымен бөлісетін боламын. Ең бірінші менде мына күнделік 1-ші сыныпта Тайный Санта ойнағанбыз. Сол кезде бір қыз подарить еткен. 2020 жылдың 3-ші айынан бастап ең бірінші жазба осыдан басталған. Фотосымен жабыстырып қойған бұл. Давайте оқиық. Бірінші бетін. Құпия достың сыйлығы. Қуаныш, шаттық, бақыт қылған адамдардың қандай тәтті естеліктер еді бұл. Негізінде біз бұл күнді сынып болып тағатсыздана күттік. Желепе суырып, құпиялар бір-бір аттастан иеленді. Сол кезде маған жетекші ұстазым түскен. Себебі ұстазға сыйлық сыйлаудың жөні, ол кісіге не ұнайды, жалпы осынау ардақты жандардың көңілі нені қалайтынынан хабарым жоқ еді. Содан бір жөнін тауып, шашка, сникерс, M&M's, 2 маска, крем тарту еттім. Сыртын жаңа жылский етіп орадым. Өзіме келсек, маған күнделік ручка, шоколад келді. Жақсы күн. Әр жазған осындай жазбадан андай хэштегпен жақсы күн болса жақсы күн, терең ой деген сияқты жазатын болдым. Еще мынадай күшті әдемі суреттер салатын едім. 2020 жылдарда походу бізде карантиннің басталып отырған кезі. Көбіне үйде болдық. Сол кезеңдерде мен занималась саморазвитием. Күн сайын мен не істеу керек, не істедім, не істеп жатырмын, соларды стикерге жазып, плюс қойып, мынадай жазба бар екен. 2020 жыл 5-ші ай 2-ші күн. Бұл кезде өзіме 25 жасар жанеркеге хат, 19 жасар жанеркеге хат деген сияқты жазатын болдым. 25 жасар өзіме хат жазыппын. Мен қазір шыбын болып сырттап отырып жазып отырмын. Мен қазір небәрі 16 жастамын. Менің болашаққа деген сенімім мол. Мен сен туралы көп нәрсе білемін. 25 жасында өзіне айтып отыр ғой. Сен лентаны жақсы аяқтап, мықты универге түстің. Дизайнерлікті оқыпсың. Рахмет, мұғалімге түскен жанерке. Басқа елден де білім алып келіпсің. Блогер екенсің, жақында ғана Майамиге барып дедің. Мен сол кездерде Майами деген арал бар емес па, соны өте қатты жақсы көрдім. Барғым келетін да, армандап, қиялдап, сол кезде жазып қойғам ғой. Молодец. Тосы 16 жасар жанерке. Я думаю, все еще есть время осы арманды орындауға. Күшті да сурет. Еще мен сол кезеңдерде курстарға қатысатын едім да. Сонда үйренген методикаларды жазып қоятын едім. Сол кезеңдерде жақсы көріп қарайтын блогерлер жазып қойыппын. Ішінде Айжұлдыз Адайбекова, Фариза Төрәді, Гүлжанат, сосын Өркене дейтін саяхатшы блогер болды. Сол кісіні қарайтын болдым. Тут еще менің балалық шағымды осылай қоямын. Қаңтар 1-ші айдың 21-ші жыл. Бүгін тағы да мені мазалаған ойлармен бөліспекшімін. Кейде өз-өзімді ауызбен айтқанға бәрі қолынан келіп қалатын, бірақ іске келгенде ынжық біреу сезінемін. Ой-бой! Мне кажется, осындай ойлар көбінде болады. Өйткені біз каждый раз бірдеңені істеген сайын көбіне өзімізді жеткен кішкентай жетістік болсын, соған қуанып жарайсың деудің орнына осындай ойлар болады деп ойлаймын. И это абсолютно нормально. Блогер болғым келеді. Біреуге мотиватор болғым келеді. Спортпен шұғылданғым келеді. Міне осылар вроде қолынан келеді. А чё мешает? Не тоқтатады сені? Не кедергі? Бар да жаса. Жесткий өзім. Мысалы, енті кезінде или басқа да ойыңды мазаңдалып, ойланып жүре бересің ғой бір кездері. Сондай кезде осылай жазған кезде мен одан кейін уже ондай ойды кері ойламайтынмын да, өйткені қағаз бетіне түсіп кеткеннен кейін ойлай бермейді. И қазір байқаймын, көбінде мен бұрынғыға қарағанда аз жазамын күнделікті, и бұрынғыға қарағанда соответственно көп ойланамын.
Енді мына күнделікті қарайық. Қай жылдан басталды менде? Сол 2022 жылдан басталды. Ең бірінші записка. Короче, общакта «Душа» деген мультфильм көрдік. Сол кезде ойланған ойымды жазыппын. Жатақханада кинозал бар. Сол кинозалға әр демалыс сайын жақсысы бар, жаманы бар, әртүрлі кинолар, мультфильмдер қосады. Бүгін «Душа» мультигін қосты. Доктор Бёргенсен прикреплен к душе номер 22. Кім «Душа» фильмін көрді, сол жандар қазір жазғанды өте қатты түсінеді. Шынымен де біздің өмір әр сәт тамаша ғой. Біз шабытыңды табу, ішкі призвание, негізгі искраңды табу бәрі бірден. Бірақ одан бұрын осы өмірді сүріп үйрену керек. Яғни каждый мигқа назар салу керек. Еще мынадай күшті суретін салып қойған. Осылай жазғандарды оқығанның бір әсері. Негізі біз не ойлағанымызды, не армандағанымызды уақыт өте ұмыта береміз да. Кері оқыған сайын таң қаламда мынадай армандаппын ғой, мынадай ойлаппын ғой деген сияқты. Сондықтан күнделік жазыңдар. Мынадай конвертик жабыстырыппын. Бұл мына күнделік. Көбіне мен шүкіршілік. Ал мына күнделік бұл қолдан жасалған күнделік. Сырты үйдегі мата, іші мақта. Көбіне армандарымды фотосымен бірге жабыстыратын болдым мұнда. Мынадай конвертик есть. Ол кезеңдерде де мен еще мынадай әр айында мынадай стикерге жазып жүретін болдым да. Бәрін бір жерге салып қоямын. Мысалы, мамыр айының стикерлері. Әр күнде, то есть не істеген жазылған. Қаңтар, ақпан, үшін барлық айдың стикерлерін осылай жазып, сақтап, сосын қорытынды жасаған кезде осыларды ашып отырып жасайтын болдым. Принципі осындай менің күнделік оқиғаларым. Көріп тұрғандарыңыздай әр оқығанда ойларыма өзімді шок болып жатырмын. Сондықтан күнделік жазып жүріңіздер. Келесі видеода сіздермен кездескенше деймін. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.